Саламатсыздар ма? Гендерлік лингвистика пәні бойынша кезекті дәріс сабақтарын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып гендерлік жіктелімнің тіл деңгейлеріндегі көрінісі. Бұл дәріс сабақтар бойынша екі мәселені қарастыратын боламыз: фонетика деңгейіндегі гендерлік ерекшеліктер және гендерлік жіктелімнің лексикалық сипаты. Фонетика деңгейіндегі гендерлік ерекшеліктерге байланысты жалпы гендерлік лингвистикада фонетика фонологиялық жілке үлкен бір қабатты құрайды. Оның ішінде мысалға бірқатар тілдердің материалдарын негізге алатын болсақ, соның ішінде мысалға міне өздеріңіз көріп отырғандай Калифорния үндістерінің Яна тайпасында еркектер әйелдер мен әйел тілінде, ал өзара ерлер тілінде сөйлесетіндігі, ерлер тілі ресми сипатта, әйелдер тілі ауызекі мәнде жұмсалатындығын мысалға келтіріп отырмыз. Сонымен қатар Батыс Сібірдегі чуко тіліндегі әйелдердің айтуындағы ц дыбысы ерлердің р дыбысымен айтуымен сәйкес келетінді, Монтанадағы Гросс-Вентер тайпасындағы мысалға таңдай арты шұғыл дауыссыз к дыбысын ер адам африкатпен алмастырып айтатындығы, орыс көбірларында р орнына и дыбысын қолдану, яғни көненің көзі, бұлай сөйлетек әйелдерге тән мысалдар ретінде көрсетеміз. Мысалға биат брат орнына, береза орнына биоза деп қолдану. Енді осы гендерлік фонетика аясында қарастырылатын үлкен бір тақырып бұл дауыс. Дауысты өздеріңіз білесіздер, айтылғанның мәніне, оның сапасынан бұрын оның пәрменді күшін бейнелейтін үлкен сала. Және әйелдер өзара әңгімеде жай бір қалыпты дауыспен сөйлесетіндігі өздеріңізге белгілі. Күнделікті қарым-қатынаста жай дауыс, ал шиеленісті эмоциялық жағдайларда дауыс екпіні күшейіп, әдеттегіден жоғары қатты дауыс қолданылады. Дауыс сапасында мәдени және табиғи белгілердің сабақтасып келуі бір ер мен әйел дауысын ерекшелендіреді. Сондықтан фонетика деңгейіндегі гендерлік ерекшеліктерде бұған дейінгі мысалдарымызда жаңа бірқатар тілдерде кездесетін дыбыстық ерекшеліктерді көрсететін болсақ, не дауысқа келген кезде әйел дауысы мен ер дауысын ерекшелендіретін мысалдардың да тілімізде жеткілікті екендігін көріп отырсыздар. Жалпы анатомиялық жағынан алғанда ер дауысы нормаға сай, көмей мен дауыс шымылдығының кең үлкен болуына байланысты әйел дауысынан ажыратылатындығы белгілі. Ал әйел дауысы шымылдығының қысқа болуы бұл тербес шиелігімен көрсетіледі, жоғары жіңішке дауысты көрсететіндігін әртүрлі мысалдар арқылы түсіндіруімізге болады. Және осы фонетика деңгейіндегі гендерлік ерекшеліктерді интонацияда ерекшелейді. Бұл көбінесе талдауларда тілдік біліктілік, озық үлгілер мен бұрынғы қалып, эмоционалдық, әлеуметтік мәртебе мен әлеуметтік тіл негізге алынады. Интонацияның әйелдің әлеуметтік рөліне әсері тілдік қатынаста айқын көрінеді. Интонациялық нормадан ауытқу ол эмоционалдық деңгейде орын алады. Көбінесе ер адамдар бұл ашу үстінде, қуану сәтінде осы интонацияны ерекше көрінетін тұсы. Мұндайда екпінді буындар интервалы және өсіп, әйелдерге керісінше жоғары көрсеткішті қарап екі есеге өсетін жайлар мысалдармен көрсетіледі. Ал гендерлік таптаурындар бұл әйел дауысының эмоционалдығын, соның ішінде оның жіңішке дауысының жоғары диапазонды, шапшаң сөйлеу қарқынын көрсететіндігін мысалдармен көрсете аламыз. Еркек пен әйел дауысының айырмашылық белгілерін тілдің сегменттік және супрасегменттік деңгейлерінде кездестіреміз. Соның ішінде көріп отырсаңыздар, мынау айтылым ерекшелігі әйелдерде вокализмдер, ерлерде консонантизмдер арқылы көрініс тапқан. Бұл қарама-қарсылық ер мен әйел дауысының просодикасына да қатысты екендігін атап өту ләзім. Фразадағы акцент түсірілген сөздің фонетикалық дыбысталуы әйел тілінде екпінді дауыс дыбыстардың, ал ерлерде дауыссыз дыбыстардың созылып айтуымен ерекшеленеді. Сонымен қатар әйел дауысының түрленіп, құйқылжып отыруы да дауыссы дыбыстардың созылыңқылық сипатына байланысты. Әсіресе бұндай ерекшелік олардың балалармен арадағы қарым-қатынастарда немесе белгілі бір пікірлерін білдірген кездерде, осындай бағалауыштық сипаттағы пікірлерін білдірген кезде қолданылады.
Жалпы алғанда әйел тілі интонациялық амалдарға бай, ал ер адамдар тілінде көбінесе лексикалық және грамматикалық амалдар басым түрде қолданылады. Қазақ тіл білімінде жүргізілген арнайы гендерлік зерттеулер болмаса да, бірқатар ғалымдардың еңбектерінде ер мен әйел тілінің фонетикалық жіктелімі ішінара сөз болады. Соның ішінде Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың еңбектерінде әйел тілінің белгілері арнайы көрсетіліп, арнайы зерттелген болатын еді. Міне өздеріңіз экранда көріп отырғандарыңыздай, Құдайберген Жұбановтың бұған дейін де бірнеше рет біз атап өтіп отырмыз әртүрлі дәріс сабақтарында әйел тіліне қатысты зерттеулерін осы гендерлік талдауларда біз ұсынамыз. Келесі әйел тіліне байланысты, жалпы әйел дауысы ер дауысына байланысты өзінің еңбектерінде Татубаев бірқатар фонетикалық ерекшеліктерді көрсеткен. Соның ішінде гендерлік лингвистика үшін маңыздысы біздер автор қазақ әншілерінің ән айтуының форматтық аймағын ішінара ер әйел дауысын эксперименттік әдіспен зерттеген. Сондықтан біз бұны музыкалық дауыс ретінде жас жыныс айырмашылығына қарай арнайы бөліп, еркек дауысының түрлері, әйел дауысының түрлері деп көрсетіп отырмыз. Сонымен қатар тілімізде ән айтумен байланысты қалыптасқан сөздер мен сөз тіркестер бар. Соның ішінде сыңғырлаған дауыс, әуезді дауыс, жасанды дауыс, дауысы бар, дауысы жоқ, дауыс диапазоны деген тіркестерді мысалға келтіруге болады. Қазақ тілінде әйел дауысын бейнелейтін гендерліктері ретінде міне көріп отырсыздар экраннан еркек дауысты, дауыс қылды, дауыс етті. Еркек дауысын өрнектейтін гендерліктілерге бұқа дауысты, гүжіл дауысты, аюдай ақырды, арыстандай ақырды деген тіркестер бар. Еркек пен әйел тілінің фонетикалық ерекшеліктерін сонымен біздер міне мынандай үш формада көрсетіп отырмыз. Дауыс тембрі, акустикалық сипаттама, сегменттік белгілер арқылы және сөйлеу тілінің интегративтік, супрасегменттік ерекшеліктері арқылы талдау қажеттігін атап отырмыз. Келесі қарастырылатын мәселе бұл гендерлік жіктелімнің лексикадағы көрінісі, лексикалық сипаты. Гендерлік жіктелімнің лексикалық сипаты басым түрде туыстық атауларда көрінеді. Туыстық жақындық жүйеге байланысты қалыптасқан гендерліктер тілімізде жеткілікті. Олар сөйлеушінің жасына, жынысына қарай жіктеліп отырады, яғни үлкеннің атына тамау әдетіне қарай өзгеріп отырады. Сондықтан қазақтағы туысты құдандалық жақындық жүйесінің атаулары айтушыға аталушының жасының үлкен кішілігіне, жынысына қарай жіктеледі. Сондықтан атаулар әке және шеше тарапынан туыстық құдандалық жақындыққа байланысты жіктеледі. Енді осы туыстық құдандалық жақындықтар тек қана қазақ тілінде емес, басқа да тілдердің мысалдары ретінде вьетнамдықтарда, қытайлықтарда, Мадагаскар аралында қалай сипатталатынын да мысалға көрсетіп беріп отырмыз. Келесі гендерлік лексикадағы үлкен ерекшелікті сөздер бұл табу мен эвфемизм сөздері. Тыйымдардың бір тобы бұл адамдардың жыныс айырмашылығына байланысты тек әйелдерге немесе ер адамдарға салынады. Соның ішінде әйел тілінің белгілері түркі халықтарының біразында ат тергеу салтымен байланысты табу сөздері мен эвфемизмдерден байқалады. Әсіресе осы табу сөздері мен эвфемизмдерге қатысты белгілі этнографтары Самойлович, Баскаков, міне ат тергеу салтын қазақ, қырғыз тілдерінің әдеттерімен ғана емес, сонымен қатар басқа да Қырым татарлары, Осман түріктері, Қарағаз, Алтай түріктерінің тілдерінде де кездесетіндігін дәлелдермен ұсынған болатын. Сол сияқты белгілі түрколог ғалым Баскаковтың еңбегінде де мұндай ат тергеу салтын бай сөз, байлаған сөздер, байлаған сөздер деген терминмен атап дәлелдеп көрсеткен болатын. Осындай ат тергеу салты басқа да халықтардың тілдерінде, қалмақ келіндерінде, грек отбасында кездесетіндігін төмендегі экранда көрсетілген мысалдар арқылы көрулеріңізге болады. Сонымен табу сөздер ықпалымен тек әйелдерге тән лексиканың пайда болуы, әйел тілінің ерекшелігі гендерлік ғылымда алғашқы зерттеулерге негіз болды. Ал енді гендерлік табудың келесі бір тобы, яғни ол эвфемизмдік мән алған сөздер.
бұл әйелге, қызға байланысты көріп отырсыздар. Тұрмысқа шықты, ұзатылды деген сияқты тігісі жатық эвфемизмдермен ауыстырып қолданылады. Сол сияқты ер адамға қатысты қатын алды орнына үйленді, аяқтанды, отбасын құрды сияқты эвфемизмдермен ауыстырылатын тілімізде мысалдар бар. Келесі гендерлік жіктелімнің лексикалық сипатын айшықтайтын сөздердің тобы бұл тұрмыстық лексика. Тұрмыстық лексика көп жағдайда ұлттық тағам, ұлттық киім-кешек атауларынан басым түрде көрінеді. Ұлттық киім атаулары, ерлер киім-кешегін ерекшелейтін киім-кешек атаулары, қазақ әйелінің киім-кешек ерекшеліктері жас өзгерістеріне байланысты ажыратылып беріледі. Сондықтан қазақ қыздарының киімдері өздеріңіз экраннан көріп отырғандай қалай ерекшеленетіні, жапон әйелдерінің киімдері, үнді әйелдерінің киімдері жалпы осы тұрмыстық лексикадағы киім-кешек мағынасын білдіретін гендерліктілермен жалғасқан. Және көп келесі тұрмыстық лексикадағы үлкен бір сөздер тобын, үлкен бір гендерліктілерді топтастыратын бұл зергерлік өнерге қатысты. Әсіресе қыз-келіншектердің әшекейлері гендерліктер ретінде үлкен ғылыми зерттеулерге негіз болып отыр. Соның ішінде мысалдарға келтіретін болсақ, бет моншағы түсті, бет моншағы үзілді деген сияқты тіркестердің пайда болуына негіз болған осындай әшекей бұйымдарының атауына қатысты мысалдарды келтіріп отырмыз. Және қырғыз, алтай тілдерінде де мысалға сырғалым, үкілім сияқты атаулардың пайда болуы осындай әшекей бұйымдармен байланысты. Халқымыздың тағам түрлерін дайындауда да әртүрлі гендерлік лексикалық сипатты анық көруге болады. Соның ішінде әрбір адамның әлеуметтік туыстық орнына, жыныс жасына қарай тиісті кәделі мүшелерді ұсынуда жөн жоралғылық, әдептік нышан басым. Ұлттық тағам атауларында гендерлік сипатына қарай жіктеп көрсететін болсақ, күйеу табақ, мысалға келін табақ, жеңге табақ, қыз табағы сияқты мысалдарды келтіре аламыз. Гендерлік жіктелімнің лексикалық қабатының құрайтын үлкен топ бұл антропонимдер. Барлығыңызға белгілі, жалпы әйел есімдері, ер есімдері тілімізде орын алған, олардың қандай мақсатта таңдалатыны түсінікті, қыздарға қойылатын есімдер, ер балаларға қойылатын есімдер қазақ тілінде өздеріңіз көріп отырсыздар. Аспан әлемі, сұлу момын аңдардың, асыл тастардың, қымбат металдардың аттарымен пайдаланып келтіретін айман, шолпан, жұлдыз, маржан, күміс, мақпал тәрізді атаулар ер балаға байланысты малбағар, көтібар, қаңтарбай, елубай, алпысбай деген сынды есімдер тілімізде қолданылады. Ал енді осындай антропономикалық еркек әйел есімдері басқа тілдерде де гендерлік ерекшелікті құрап отыр. Соның ішінде Әзербайжан тілінде көріп отырсыздар, әйел адамдардың басым бөлігі гүл есімдеріне қатысты. Әлем халықтарының бірқатарында есім беру дәстүрі, мысалға бірнеше есім алу дәстүрі бар. Ер адамдарға тән, әйел адамдар олар арасында сирек кездесетін араб тілінің мысалдарын көрсетуімізге болады. Немесе неміс, венгр, чуко тілдеріндегі әйел есімдеріне, ер есімдеріне байланысты ортақ есімдерді түсіндіруге болады. Әр халықтың фамилиясы да әртүрлі жолмен дамыған, антропонимдер қабатында қарастыратын фамилияға да тоқталып өтетін болсақ, мысалға Әзербайжан тіліндегі оғлы сөзі әйел есіміне де, ер есіміне де қосылып айтылады. Сол сияқты Тува тіліндегі, бирмандардағы, Заирдың банду тілдес халықтар арасындағы туыстық атаулардың әке жағынан, шеше жағынан жүргізілетін ерекшеліктері бар екендігін экранда көрсетілген мысалдар арқылы танып білулеріңізге болады. Сонымен сөзімізді қорытындылай келген кезде ең соңында әдеттегідей бекіту сұрақтарын және әдебиеттер ізімін назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.